Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағы табиғат құбылыстары бөлімі бойынша күн райын хабарлаймыз, тақырыбын өтетін боламыз. Сабақтың мақсаты өз ойын, сезімін, көзқарасын өмірде болған өзге шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып, өз ойларын білдіру. Бүгінгі сабақта сен кейіпкердің іс-әрекетін бағалайсың, шығармашылық жұмыстарды өздігінен орындай білуді үйренесің, халықтық болжау туралы ақпаратты білесің, метео, жерсерік туралы ақпарат аласың, сауатты жазу дағдысын қалыптастырасың. Күн райы шығармашылық жұмыс карта бойынша жеріміздің батыс, шығыс, солтүстік, оңтүстік бөлігінің бірін таңдайсыңдар. Тележүргізуші диктор ретінде ертеңгі күн райына хабарлама жасайсыңдар. Диктор дегеніміз кім? Диктор дегеніміз микрофон алдында немесе экранда қоғамдық, саяси, әдеби, музыкалық, тағы басқа хабардарлық мәтіндерін нақышына келтіріп оқитын радио хабар мен теледидар қызметкері екен. Енді жеке жұмыс. Өз жұмысыңа баға бер. Маған диктор болған ұнады, себебі жаңа сендерге тапсырма берілді ғой. Оңтүстік, батыс, шығыс, солтүстік өңірлердің бірін таңдап, диктор ретінде күн райын болжап айту керек болған. Енді сол бойынша күн райын хабарлауда ойымды дұрыс жеткізуге қиналдым, немесе қиналған жоқпын деген өздеріңнің жұмыстарыңды жазасыңдар. Келесі, енді бүгінгі біздің сабағымыз құралай жайында екен. Құралай дегеніміз не? Немесе кім? Құралай деп нені айтамыз? Құралай деп кімді айтамыз? Құралай дегеніміз киіктің баласы екен. Қараңдаршы қандай сүп-сүйкімді әдемі. Құралай дегеніміз киіктің баласы, және неге кім деп қоямыз? Өйткені қыз баланың аты. Құралай деген қыздардың атын қояды екен. Олай болса, бүгін сендермен құралай мәтінін оқимыз. Мұқият тыңдаңдар. Жұмабек тұра сала атасына барып, түз тағысы туралы сұрай бастады. Ата, қорғансыз бөкен кімді пана тұтады? Балам, аңды иесі қорғайды, немесе киесі қорғайды деген бар. Сен табиғатты сүйген сайын, онымен тілдесе алатын жағдайға жетесің. Сондықтан мынау дархан даланың тілін оқ, сырын сезінуге тырыс. Күн батқан соң сені аспан әлемімен таныстырайын. Алтын арайлы күн ұясына қызара қонып төмендеп барады. Өп еткен жел де жоқ. Төтеннен тына қалды. Міне осы мезгілде атасы немересін қасына алды. Жұмабек жан, Құдай қаласа ертең ауа райы жылы болады. Күн қызарып батса, оны осы болжамға сүйене бер шырағым. Міне көк жүзінде жұлдыздар оянды. Қандай керемет десеңші. Көне заманнан бері бабалар осы жұлдызға арқа сүйеп, жүрер жолын жобалап тапқан. Анау темір қазық. Ол солтүстік жақта тұрады. Адасқан адам осыған қарап бағытын табады. Аспаннан мыңдаған жұлдыз жарқырайды. Мысалы, жеті қарақшы. Көпшілік соған сеніп адасып жатады. Өйткені темір қазық секілді тұрақты орны жоқ. Алмасып тұрады. Таң алдында шолпан шығады. Ол да уақыттың шамасын білдіреді. Енді жата ғой. Ертең маған сенің көмегің керек деп атасы көрпесін қымтап, көзі ілінгенше немересінің қасында отырды. Күн ұясынан көтерілмей жатып, көгендегі мал жақта салдыр-гүлдір басталып кетті. Әжем қой сауып жүрме екен әлде, атам су тартып жатыр ма? Бұл не шу? Жұмабек басын жастықтан көтеріп айналаға қарады. Көзіне ілінгені қораның бұрышында тұрған түр тұрпаты өзгеше қоңқақ тұмсық сұраң болды. Ол орнынан атып тұрды. Мәссаған, мынауың құралай ғой. Қайдан, қалай келген? Атау, қайдасыз? Құралайды сізбе әкелген? Жұмабек жан, құтты қонақ келсе қой егіз табады деген. Сенің құрметіңе құралайдың өзі келді. Анасынан көз жазып қалса керек. Бейкүнә жануар ғой, сен бағып қақ. Ертең қатарға қоссаң, аңның да адамға аңсар ауады. Неткен көзі мөлдір, сүйкімді, момақан. Шырағым, қай нәрседе шақалақ шағында періште болады.
Сен де маған сондайсың. Бейкүнә бала әрқашан тәтті ғой. Осы қалпыңнан аумасаң, менің атыма жаман сөз айтылмайды. Жақсылық үшін ұмтылған ол ертең елдің де үмітін ақтайды. Сондықтан жақсы оқып, тәртібіңе өзің сын көзбен қарап дағдылан. Айтқаныңызды орындаймын, ата. Даланың аңы қолға үйренбейді деген бос сөз екен. Құралай Қараша үйге лесе кіріп, лесе шығып, соңынан бір ел қалмайды. Киімінен искелеп сүт сұрайды. Сөйткенімен де еті ен дүниеге жаралған түс, тағысы ауық-ауық қадырға қарап, алаңдап, анасын іздегендей аласұрып қоятын сияқты. Бір күні жанарынан бір тамшы жас домалап түсті. Денесі суық су құйып жібергендей дір етті. Мұны байқаған атам. Енді мұны еркіндікке босатқан жөн. Әркім өз ортасын, өз өлкесін аңсайды. Бұлар енді арқаға ауады. Алла жазса, келесі жылғы жазғы демалыста келсең, осы атраптан кездестіріп қаларсың, деді. Басынан ноқтасын сыпырған бойда Құралай безектеп әрі-бері шапты да алысқа бет алды. Құйындай жүйткіген жануар биік шағылдың төбесінен бізге қарап, ық бетке түсті де ылдилап кете барды. Балалар, әңгіме сендерге ұнады ма? Ұнаса, енді осы әңгімеде жаңа сөздер кездеседі екен. Көген, періште деген, көген дегеніміз не екен? Көген деген қой сауған кезде қозы лақты мойнынан байлап қоятын ұзын арқан екен. Періште, бейкүнә, күнәсіз, кіршіксіз, таза деген мағынаны білдіреді екен. Енді балалар, сендерге ойлануға берілген сұрақтар. Осы сұрақтарды оқып ойланыңдар. Атасының дархан даланың тілін оқ, сырын сезінуге тырыс деген сөзін қалай түсіндің? Атасы күн райын қалай болжайды? Халықтық болжауға сенесің бе? Атасы күн райын қалай болжады, балалар? Ертесі күні күннің ыстық болатын қандай белгіге қарап білді? Егер күн қызарып батса, қып-қызыл болып, ертесі күні күн ашық, күн ыстық болады деген белгіні білдіреді екен. Сол сияқты талай бұрынғы кезде білесіңдер, сағат жоқ, уақытты адамдар осындай табиғат құбылыстарына қарап, құстарға қарап, өсімдіктерге қарап, жаңағы ай жұлдызға қарап болжаған. Күннің де жылы болатын, суық болатын, жаңбыр жауатын барлығын осы құбылыстарға қарап білген екен. Ал қазіргі кезде бізде оңай, балалар. Қазір онымен танысамыз. Метео, жер серік туралы. Келесі сұрақ. Атасының немересіне айтқан ақылдарынан мәтіннің негізгі ойы болатындай дәлелді сөзді тап. Дәлелде демеге. Жұмабектің атасы қандай адам екен? Осы сұрақтарға ойланып жауап береміз. Енді қазіргі кезде бізде табиғат құбылыстарына қарап біліп жатпаймыз. Бізде метео, жер серік, күн райын бақылау үшін ғарышқа ұшырылған жасанды жер серік екен. Жер серіктен алынған мәлімет компьютерге әртүрлі картина түрінде келіп түседі. Метеорологтер соған байланысты болжап ақпарат таратады екен. Ал енді сабағымызды қорытындылай келе, күн райын болжау, табиғатты бақылау туралы не түсіндіңдер, балалар? Күн райын бұрынғы кезде қалай болжаған екен? Тағы да бірнеше мысал келтірейік. Қараңдар, қазақ халқының күн райын құстар мен жануарларға қарап болжаған дейді. Құр мен шіл дегеніміз ол құстар, қар астын қорғаласа, кешікпей ақ боран болады екен. Бозторғай ұясын қыранға салса, жаз жауынды болады дейді. Жыл құстары қайтқанда төмен ұшса, қыс қатты болады. Саңырау бұтаққа қонақтаса, тұман түседі. Қарға топтасып қарқылдаса, ауа райы бұзылады. Сұр тышқан шақыруын қойып, інге тығылса, кешікпей қар жауады.
Дала тышқандары шұбырып, шөп жинаса, кешікпей жауын-шашын болады. Ала тышқан қырға шығып шақырса, ауа райы бұзылады екен. Балалар, осылардың қайсын білдіңдер сендер? Қандай белгілерге қарап күн райын болжай аласыңдар ма? Естігендерің бар ма? Олай болса, үйге тапсырма. 49-52 беттегі мәтінді бірнеше рет оқимыз, мазмұндаймыз. Мәтіннен кешкі күннің бату көрінісін тауып, дәптерге көшіріп жазамыз. Ал бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.